Жеңіскүлдің әңгімелері каналына қош келдіңіз, тыңдарман. Біз бүгін жаңа әңгіме бастаймыз. Лүпіл, пікір, қаралым, таралым тек қана өздеріңізден. Мархабат. Жақсы тыңдалым болсын. Жеңіскүл Тұрсынбаева. Кешіккен шындық. Бірінші бөлім. Кейіпкер әңгімесінен жазылған. Төсегінде етпетінен жатып бірдеңеге үңілген інісі Бақтыгелдіге қуандық жақындап, бөгеліп, мұқият қарады. Інісі не қарап жатқанын көргісі келіп, байқатпай мойнын созды. Бақтыгелді фотосуретке қарап жатыр екен. Қыз баланың суреті. Кім екенін дұрыс көре алмай, Қуандық жақынырақ барды. Біреудің қарап тұрғанын сезген Бақтыгелді жалт қарады. Суретті төңкеріп жастығының астына тыға салып, үстіне басын қоя, бауырына сұраулы көзбен қарап, не болды? Кімнің суреті? Көрсетші. Қуандық қулана сыпайылық танытты. Бақтыгелді басын көтеріп, жоғарылап жатып, ойлы көзбен бауырына қарап отырды да, мойнын созып есік жаққа қарады. Есік жапшы, көрсетем, деді. Қуандық тез бұрылып есікті жауып інісіне бұрылғанда, інісі қолында сурет жарға арқасымен сүйеніп, малдас құрып алған, күлімдеп отыр екен. Қуандық қасына секіріп отырды. Бақтыгелді суретті кеудесіне басып отырып, күлімдеген көзі бал-бұл жайнап, артық бірден айтушы болма. Бұл менің қызым, мен оны қатты жақсы көрем, деді сәл қабағын түйіп. Айтпайым, көрсет, деді Қуандық асығыс. Мен сенің қызың туралы білетін болған соң ғана өз қызымды көрсетем, деп Бақтыгелді тағы ескертіп отыр. Бақыт, не көрсет, болмаса мен кеттім, деді Қуандық қатқыл дауыспен. Міне, деп Бақтыгелді қолын алыс ұстап, өзі күле қарап сүйсініп отыр. Қолынан жұлып алып қарамақшы болып сәл ұмтылды да, Қуандық тоқтап қалды. Інісінің көз алмай қарағанына таңырқап, қасына отырып суретке қарады. Жүрегі зу ете қалды. Көзін ала алмай мелшиіп отыр. Өне бойын от қарып өткендей, ішінде бірдеңе аударылып түскендей болып, қаны басына шапты. Ақ сары әдемі қыз шашын жайып, сәл қиғаштап күлімдеп отыр. Кең маңдайы, қиғаш жіңішке қасы, қою кірпігі көзіне көлеңке түсіріп тұр. Қой көзі сол көлеңкеден қара болып көрінеді. Ортасында болар болмас дөңі бар, қыр мұрыны, шиедей қызыл жұқа ерні, сәл жымиып, ар жағындағы маржан тісінің шетін көрсетеді. Екі беті топ-томпақ болып домаланып келген, аппақ мойны сәл қисайған, көкшіл көйлек киіпті, қолында райхан гүлі бар. Бұл Бақтыгелдінің сыныптас қызы Гүлжауар еді. Гүлжауар өте әдемі, я? Деді Бақтыгелді. Қуандық ештеңе естімей, өз жай күйімен алысып отырып, суреттен көзін алмайды. Сен не деген сұлу едің, деп іштей айтып отырған болатын. Қуандық, саған не болды? Деп суретті төмен түсіргенде есін жиды. Іші алай-дүлей, тамағына тіпті өксік тығылғандай болды. Орнынан тұрып кетуге ыңғайланып, Гүлжауар екен ғой, дегенде әрең айтты да тұрды. Я, Гүлжауар болса не болады? Деп Бақтыгелді қоса тұрды. Ештеңе, мен танымайтын бір қыз ба деп ойласам, деді сәл ызалы дауыспен. Гүлжауар ол ең сұлу, ең әдемі, ең ақылды қыз.
Маған одан басқа ешкім керек емес, деп Бақыткелді терезе алдында тұрған үстелге жақындап, жарыққа отырып суретке тесіле қарады. Білем, Гүлжауар ең сұлу, ең әдемі, ең ақылды екенін дегенді іштей айтып, Қуандық қасына келді. Жарыққа одан арман айқын көрінген қыз суретіне қарап тұрып, ішіне ой келді. Бұлар қашаннан дос? Мен неге білмеймін? Мектепте байқатпай жүрау деген оймен сендер қашаннан доссыңдар? Деді Бақыткелді суреттен көзін алмаған күйі. Мен Гүлжауарды бұрыннан жақсы көрем, деп Қуандықтың бетіне күле қарап. Сонау бірінші сыныптан, деді қиялға кеткен жанарымен алысқа қарап. Қой шей тегі, сенен жөн сұрап отырмын ғой. Қызым дейсің, оған қыз рұқсат бермесе қалай айтасың? Деді Қуандық жақынырақ келіп түйіліп. Бақыткелді суретті үстелдің үстіне қоя салды да жан-жағына қарап бірдеңе іздеп жүріп кетті. Қуандық суретті көтеріп тесіле қарап тұр. Міне қазір, деп сөмкесін ақтарып Бақыткелді әлек. Қуандықтың іші күйгені соншалық, суретті жыртып тастауға аз қалды. Қасына Бақыткелді келіп тұр, қолында күнделігі парақтап тұр. Міне, тұра тұр, бір ай болыпты, деп күнделігіне қарап бірдеңелерді көрсетіп түсіндіріп жатыр. Қуандықтың құлағы шыңылдап түк естімей отыра қалды. Інісіне қарап оның бақытты жүзіне тамсанғандай болды. Әрине, бұл бақытты, сондай қызды өзіне қаратыпты деген ой да жүгіріп өтті. Сонда Гүлжауар саған қыз болуға оңай келісті ме? Деп қалды. Бақыткелді шошынғандай болып Қуандыққа қарап айтып тұрған сөзінен тоқтап қалды. Сен немене мені тыңдамай отырсың ба? Бар шары, басқа айтпайым, деді де Бақыткелді үстел үстіндегі суретті алды да өкпелеген кейіппен тез қозғалып төсегіне жата қалды. Қуандық өз оймен өзіне ұрсып отыр. Жүрдің, толқын деп қайдағы бір маймылға жабысып. Уай уақытша, әкесі мықты, жағдайы жақсы, ертең қамқор болады, дедім. Сонда не түрі жоқ, не басында миы жоқ тәкаппар ерке толқынмен неге жетем деп ойладым. Сол толқынға ең құрығанда менен басқа бір жігіт көңіл бөлді ме екен? Өзі қап-қара шашанау тыртиып, не еркек емес, не қыз емес, сорайған бойын еш жерге тыға да алмайсың. Осы мен жындымын ба? Сол толқынға неге жабысып қалдым? Мен сорлы оның әкесінің дәулетіне қызықтым ғой. Ауыл әкімі болған соң, әкімнің қызы деп, оны өзім жоғары қойдым. Не деген ақмақ едім. Мен ол толқынды сүймек тұрмақ жақсы да көрмеймін. Бір жыл бойы оны жетектеп жүрмін. Әкесі, әй күйеу бала десе мәзбін. О, топас Қуандық. Сен не деген топас едің. Ей, саған осы Гүлжауар ұнаушы еді ғой. Ей, сен Гүлжауарды көргенде тынысың тарылып, көзіңді ала алмай қалушы едің ғой. Гүлжауар деген ат естісең, есің шығушы еді ғой. Көшеде көріп қалсаң, тіл аузың байланып, не істегеніңді ұқпай қалушы едің ғой. Міне ғашықтық сезім, міне құлай сүю деп соғатын еді ғой жүрегің. Деген ойлармен басын ұстап ұзақ отырды. Інісіне сыртынан қарап, саған неге айтпадым? Неге Гүлжауар маған қатты ұнайды демедім? Деп ұшып тұрып сыртқа шығып кетті. Қуандық пен Бақыткелді бір үйдің ұлдары, жас аралықтары бір жас. Қуандық 11-ші сыныпта, ал Бақыткелді 10-шы сыныпта оқиды. Көктем уақыты. Әне-міне дегенше мектепті де аяқтап, оқу орындарын таңдап ұшқалы тұрған Қуандық жаралы құстай.
Үйдің үлкені болған соң еркелікке салынып, дұрыстап оқымаған да еді. Ұстаздар әйтеуір ұрсып төрттерін қойып жүр. Апайым, менен құтыласыз, тек аттестатым дұрыс болса, оқуға түссем болды, деп күлімдеп сый-сияпатын жалпаңдап жасап жүреді. Ал Бақыткелді ондай емес. Білімге құштар, озат оқушы, әке-шешесінің мақтанышы, кіші қарындастары бар, ол 7-ші сынып оқитын. Әкесінің еркесі, оның да білімге жақындығы жоқ. Әкелері ауылда білдей бас бухгалтер, өз абыройы, беделі бар адам. Аналары ауыл асханасының меңгерушісі. Бұлар өздерін бай, қуатты отбасымыз дейтін. Әкесі әрдайым: балам, қара, сен ертең үйленесің, үй боласың, сол кезде құдалар біздің теңіміз болу керек, деп жиі айтатын. Қуандық ер жете келе сол сөзге елеңдеп, қыздарға қырындап, көз қиығын сала бастағанда бірден Гүлжауар түскен. Ал Гүлжауардың отбасы әкесі айтқандай бұларға тең емес еді. Гүлжауар көп балалы отбасының қызы. Әкесі мүгедек, анасы да жай қара жұмысшы болған. Гүлжауардың алдында әпке бауырлары, одан кейінде іні сіңлілері бар. Гүлжауар әпкелерінен қалған ескі киімін киіп жүретін. Ол да Қуандықтан қысылатын. Өңі кеткен киімдері көзіне оттай басылатын. Бірақ олай жүрген жалғыз Гүлжауар емес еді. Оқушылардың басым көбі солай ағасының, әпкесінің киімін, сөмкесін ұстап жүретін. Ал Толқын жарқырап, жап жаңа киініп жүретін. Тіпті аптасына 2 рет киімін ауыстыратын. Ол әкімнің қызы, қалтасынан ақша да үзілмейді. Сол қызықтырған. Соңғы емтихандарға дайындық, ертеңгі барар оқу орындарын таңдау мен мектептегі соңғы айлар өтіп жатты. Балам, оқуға қайда барма қойың бар? Деп сұрады анасы Қуандықтан. Әкем қайда апарады, сонда оқитын шығар? Бұл өзі таңдаушы ма еді? Деп Қуандықтан бұрын Бақыткелді жауап берді. Қуандық басын қасып тұрды да: осы оқымай-ақ жұмыс істеуге болмай ма? Мама, мүмкін сіз әкем айтып мені бір жерге жұмысқа кіргізсеңізші, деді. Әне, айттым ғой, бұл мектептен әрең құтылғанда оқуға барады деп отырсыздар ма? Деп Бақыткелді қарқылдап күлді. Балам, сен не Алматыда әсем қалада студент болғың келмей ме? Студент деген ол нағыз қайталанбайтын ең қызықты уақыт, деп баласына қарап отырған анасына Қуандық басын шайқап: ой, қойшы соны. Осында бір жеңіл жұмысқа әкем тықсыншы, деп еркелей сөйледі. Ой, ақымақ, оқымасаң қара жұмысшы боласың. Оттама, оқытамыз, сауатты, білімді азамат боласың, деп анасы қабағын түйді. Анасының айтқанындай Қуандық Алматыға оқуға кетті. Ауылда 11-ші сыныпқа көшіп Бақыткелді жүр. Гүлжауар екеуінде ешкімде жоқ махаббат, біріне бірі үзіліп тұр. Екеуі де озат оқушы. Жарыса, таласа оқиды. Кеш бата тығылып, аз уақыт болса да кездесіп, қимай қоштасып жүрді. Өз қатарластары, ауыл адамдары, ұстаздар біліп жүрсе де, екеуінің ақылды, артын ойлайтын жандар екенін білетіндіктерінен тек сүйсінетін. Мектепте қандай да бір қоғамдық іс болса, екеуі де қатысып, күн мен айдай болып тұратын. Құрбылары қызыға да қызғына қарайтын. Гүлжауар тіптен ажарланып, көріктеніп кеткен болатын. Талай жігіттер ғашық болып тұрса да, бата алмайтын. Бақыткелді де көрікті, сұңғақ бойлы, кең маңдайлы, ашық жарқын сұлу жігіт. Шымыр денесі, кең иығы, қалың қасы мен қап-қара толқынды шашы, ат жақты жуан дауысты азамат болды. Гүлжауарды көзінен таса жібермей, қолынан ұстап жүретін. Мен деген жігіттер жолай алмайтын. Бақыткелді жақсы оқып қана қоймай, спортпен де мықты шұғылданды.
Сол себепті қандай да бір кикілжің туып, төбелес бола қалса, ол өзін көрсете де білетін. Батыл әрі қайсар, өжеттігі де бар еді. Ата-анасы бұл баласына аса қатты ақыл қоспайтын, керісінше Бақыткелдінің қас-қабағына қарайтын. Дәл осындай жігітті барына Гүлжауар да бақыт деді. Бақыткелді қыздың тілін алып, айтқанын да істей салатын, қыз еркелеп те алатын. Гүлжауарға Бақыткелдіден басқа артық ешкім жоқ болды. Оған ешкім жетпейді, ол ерекше жан деп бағалайтын. Оқуды аяқталуға жақындады. Бақыткелді біраз жыл бұрын таңдап қойған мамандығы заңгер, ал Гүлжауар дәрігерлікке дайындалып жүрген. Мектеп бітіріп Алматыға бірге барамыз деп армандайтын. Ал өмір болса, өз тосын сыйын дайындап тұр еді. Аяқ астынан Гүлжауардың әкесі қайтыс болып, біраз шығындалып еді. Артынан апайы тұрмысқа шығып, тіптен ақшадан қысылып, биылша оқуға баруды тоқтатты. Гүлжанар өкінішпен оқуға бара алмайтынын айтқанда, Бақыткелді Гүлжауарды жақсы түсінді. Кеткісі келмесе де қимай-қимай қоштасып, мен тапсырып көрем, түсе алмасам келем, деп кетті. Озат талапкер оқуға түсіп кетті. Бақыткелдінің оқуға түскеніне Гүлжауар қуанбаса өкінген жоқ. Амандығын тілеп, хатына қуана жауап жазып отырды. Бір жыл Алматыда студент болып жүрген Қуандық жазғы демалысқа келгенде Гүлжауарды көріп, көңілі тағы бұзылды. Мойнын асылып, өліп тұрған Толқынды көрмеді. Толқын да студент еді, ол да жазғы демалысқа келген болатын. Биылғы мектеп бітірген түлектер шеттерінен ұшып оқуға кетіп жатты. Ауылда Гүлжауар қалып қойды. Аяғын сол жоқшылық байлап, оның үстіне жақында ғана әкелерінен айырылып отырған анасына жаны ашып, аса қатты барам деп өтініш айтпады. Қызым, сен бір жыл жанымда болып, келер жылы оқуыңа тапсырарсың. Сенің жолыңмен тамақ, киім кешегіңе берерім жоқ. Қалай болар екен? Ренжімеш, деп көз жасын көл қылған анасын құшақтап. Мама, тек жыламаш, мен жұмысқа шығам. Ақша жинап, келесі жылы міндетті түрде барам, деп жұбататын. Әкең тірі болғанда сені қайткенде де оқуыңа жіберер еді, деп кемсеңдейді бейшараны. Күзде қатарластары оқуға кетіп жатқанда, Гүлжауар колхозға жұмысқа кіріп, қолына кетпен ұстаған еді. Бұны көрген Қуандық Алматыға кету ойынан айнып, қалудың амалын іздеді. Інім оқуда, ол оқуын тастай қоймас, мен амалын табуым керек, Гүлжауарды өзіме қаратуым керек деп көп ойланды. Бір түн бойы ойланып жатып есіне бір жай түсті. Оқуда жүргенінде топ студенттермен төбелес шығарып, арасында қатты жарақат алған бір жігіт болып, бүкіл студенттер сұраққа алынған еді. Сол кезде қасындағы жігіттерге біраз тыққан ақшасын, тәуір киімін беріп, тағы жыл бойы көмек берем деп уәде беріп, сол жазаға ілінбей сатылып шыққан болатын. Осыны айтып бармауым керек, барсам сотталам дейін деп анасына келді. Мам, сізге бір жағдайды айтайын деп едім, деп мүләйімсіп көзіне жас үйірді. Ойбай балам, не болды? Деп анасы шырылдап қасына отыра кетті. Мам, мен бір жаман нәрсеге ұрынғам. Папама айтайын десем қорқып жүрмін. Айтпайын десем Алматыға сабаққа барғанда сотталып кетем бе деп қорқам, деп дүңк өткізіп анасын аямай айта салды. Анасы көзі бақырайып, аузын қос алақанымен жауып шошып кетті. Мама, біз топ бала төбелесіп қалған едік. Сол төбелесте бір бала ауыр жарақат алып, мүгедек болып қалды. Біраз жігіттер ұсталды, мен сытылып шықтым. Талай ақшам, киімім кетті. Ал енді барсам олар мені бопсалайды. Әрдайым ақша сұрайтын болады. Мен қашанға сіздерді сауа берем. Олар тоқтамайды, бермесем менің де болғанымды айтып соттатқызады, деді көзінен жасын ағызып. Анасы бас салып құшақтап, мен әкеңмен сөйлесем. Жібермеймін, бармайсың,
қаматпаймын, деді. Бірінші бөлімнің соңы. Жалғасы бар. Авторы Жеңіскүл Тұрсынбаева. Оқыған Нұрлыгүл Өтемісқызы.